қарай 457 есеп. 457 есепте қосудың мәнін табу керек. Бұл да аралас сандарды қосу. Бұл жерде бөлшектің бөлімдері әртүрлі екен. Бұнда да дәл сондай қасиетті қолданамыз. Ережені қолданамыз. Екі бүтіндерін бөлек қосып, бөлшектерін бөлек қосамыз да ортақ бөлімге келтіреміз. Осыған дейін өткен тақырыптарымыз бойынша 2-2 қоса 4. Мына жерде жай бөлшекті қарастыратын болсақ, толықтауыш көбейткіштерін табамыз. Ортақ бөлімі бізде 12, мында 2, мында 1 деп жазып аламыз. Енді есептейтін болсақ, 6-тан 1-іміз 12-ден 2 болып өзгереді. 12-ден 5-іміз сол күйінде қалады. 4 бүтін қосамыз. Сонда мында неше шығады? 12-ден 7 шығады. Онда бізде 4 бүтін 12-ден 7 деген аралас сан шығады екен. Екінші есеп 9 бүтін 8-ден 3 қосамыз 7 бүтін 6-тан 5. Бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосып аламыз. 8 пен 6-ның ортақ бөлімі 24 болады. Толықтауыш көбейткіштерін табайық. Сонда 24-тен 9 болады. Бірінші бөлшегіміз, екінші бөлшегіміз 24-тен 20 болады екен. Сонда бізде 16 бүтін қосқанда 24-тен 29. Бұл бізде бұрыс бөлшек болып кетті. Енді оны аралас санға айналдырсақ, 16-ға қосамыз. 1 бүтін 24-тен 5. Сонда бізде 17 бүтін 24-тен 5 шығады. Ары қарай үшінші есеп. Үшінші есепте тағы да бұл тәсілмен шығарамыз. 5-ке 8-ді, 10-нан 1-ге 8-ден 3-ті қосамыз. Сонда бізде 13. Ортақ бөлімі бізде 10 мен 8-ге 40 болады. Мында 4 болады, мында 5 болады. Сонда бізде бөлшектеріміз 40-тан 4 қосылған 40-тан 15 болады. Сонда 13 қосылған 40-тан 4-ке 40-тан 15-ті қоссақ, 40-тан 19 болады. Сонда 13 бүтін 40-тан 19 шығады екен. Жақсы, бұл тек үшіншісін ғана бітірдік. Әрі қарай төртінші есебі 6 бүтін 15-тен 2-ге. Әрі қарай сөйлемей тек шығарып тастай берсем, түсінікті деп ойлаймын. Ортақ бөлімі 75. Сонда мына 5-ті 15-ге өтсек 75, 5-ті 2-ге өтсек 10. Қосылған. 25-ті 3-ке өтсек 75. 18-ті 3-ке өтсек ол 54 болады. 75-тен 64. Бесінші есеп. Бірінші аралас саннан не байқап тұрмыз? Мына жерде 3 пен 18 қысқарып кетеді екен. 2-ге 3-ге бөлінеді 6-тан 1. Сонда біздің бөлшегіміз бірінші аралас санымыз 5 бүтін 6-тан 1 деп қарастыра берсек болады. Енді 27 мен 6-ға ортақ бөлімді табатын болсақ, ол дегеніміз 54 болады. Мұнда толықтауыш көбейткіші 9, мұнда 2 болады. Ерте тауып кеттім қазір. Ерте тауып кеттім. Бүтіндерін бөлек қосып алайық бірінші. Осы жерден табамыз негізі. Осы жерден толықтауыш көбейткіштерін ортақ бөлімді табатын болсақ, 54. Мұнда 9-дан келеді, мұнда 2-ден келеді. Енді 5-ке 18-ті қосатын болсақ, 23. 54-тен 9 болады, бірінші бөлшегіміз мынау. Мынандай астын сызып қажет емес, мен өзім сіздерге түсінікті болсын деп сызып жатырмын. Мына жерге 54, мынау дегеніміз, яғни 2-ні 27-ге және 1-ге өтеміз, 54-тен 2 болады. Сонда 23 бүтін, мына бөлшектерді бөлек қосып алсақ, ол 54-тен 11 болады. Яғни 23 бүтін 54-тен 11 шығады екен. Ары қарай 6-шы есеп.
бүтүндөрүн бір бөлек, бөлшектерін бөлек қосамыз. Сонда не шығады бізде? 16 бүтін, ол бізде 60 болады. 60-ты 20-ға бөлсек 3, 60-ты 15-ке бөлсек 4. Сонда бізде бірінші бөлшегіміз 60-тан 9 болады. 3-ті яғни 20-ға да 3-ке де көбейтеміз. Сонда 60-тан 9 болып өзгеріп кетеді. Ал мына екінші бөлшегімізге 4-ті көбейтеміз. 15-ті 4-ке көбейтеміз. 60, 4-ті 4-ке көбейтеміз. 16. Сонда бізде 16 бүтін қосылған. Бөлімдер бірдей. Сондықтан алымдарын қосып жібереміз. 16-ға 9-ды қоссақ 25. 25 пен 60-тың ортақ бөлгіштері бар. 5-ке бөлмейді, екеуі де мында 5 болады. Мынау 12 болады. Сонда бізде шығады 16 бүтін 12-ден 5 деп бірден жазып кете беруге болады. 2 бүтін 44-тен 19-ға 5 бүтін 66-тан 52-ні қосатын болсақ, бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бөлек қоса аламыз. 2 мен 5-ті қоссақ 7, 44 пен 66-ға ортақ бөлімі. Так, бұл жерде табу үшін бүйтіп табуға болады. Ортақ бөлімін қалай табамыз десеңіздер, ең кіші ортақ есебін тауып аламыз. Қайталанатын сандарды қоршап қоямыз. Екі ойысын тапқанда біз қалай істейтін едік? Осы қайталанатын сандарды бір рет қана жазамыз. Сосын мына қайталанбайтын сандарды да бір рет жазып шығамыз. Мына қайталанып тұрған бізде 11, 11-ді бір рет жазамыз. Сонда бізде шығады 132 шығады бізде. Ортақ бөлімі 132. 132-ні 44-ке бөлсеңіздер 3-тен келеді. 132-ні 66-ға бөлсеңіздер 2-тен келеді. Сонда 132-ден 57 болады. Екінші бөлшегіміз 132-ден 104 болады. Сонда 7 бүтін қосамыз 132-ден 161 ғой. Ол бізде бұрыс бөлшек, сондықтан алымын бөліміне бөліп жазасыздар. 7 қосылған 1 бүтін болады. 132-ден 161-ден 132-ні алып тастағанда 9, 29 ба? 29 қалдық қояды екен. Сонда бізде 7 бүтінге 1 бүтін қосып жіберсек 8 бүтін 132-ден 29 шығады. Әрі қарай сегізінші есеп. 38 бүтін 26-тан 21-ге қосамыз 14 бүтін 39-дан 34. 38-ге 14-ті қосамыз. Және бөлшектерін 26-тан 21-ге 39-дан. Мына жерде де қараңыздар. Бірден қарағанда ортақ бөлімін табу қиын мына бөлшегінде. Қазір 38-ге 14-ті қосып алайық, 52 ма? Болды. Енді қараңыздар, мына жерде 26 мен 39-ға ортақ бөлімін табу қиын болса, мына жерге 2 ойысын табамыз. Бір шыққанға шейін бөле береміз. 39-ды да дәл солай. 39 2-ге бөлінбейді, ең кіші 3-ге бөлінеді. Мұнда 13. Ой, 13 1 болады. Қараңыздар, мына жерде 13 екеуінде де бар. Сосын мына 2 мен 3-ті де жазамыз. 2 көбейтілген 3 көбейтілген 13. 6-ны 13-ке көбейтеміз. 78 ба? Сонда қараңыздар, 78 дұрыс. Мұнда деген 78-ді 26-ға бөлсек 3-тен болады, 3-тен келеді. 78-ді 39-ға бөлсек 2-ден келіп тұр. 52 бүтін. Енді 26-ны 3-ке көбейтеміз. 78, 21-ді 3-ке көбейтеміз, 63. Екінші бөлшекте де дәл солай 2-ні көбейтіп шығамыз. Сонда 78, 34-ді 2 көбейтсек, ол 68. Ден болады 52 бүтін. 78-ден 63-ге 68-ді қоссақ 131 шығып кетеді екен. 131-ді 78-ге бөлеміз. 1 бүтін 78-ден 43 болады. Так, 12 мен 16-ға ортақ бөлім табу үшін көбейткіштерге жіктеп көруге болады. Немесе жіктеп көрейік. Так, қараңыздар, екі ойысын табу үшін
2 көбейтілген 2-ні қоршалғандарды бірлетіп жазамыз. Қалғандарын барлығын жазып шығамыз. Сонда неше болды? 12, 24, 48. Ақ бөлініп 48 болады. Онда тоқтауыш көбейткіш 4, онда 3 болады. Ары қарай енді есептейтін болсақ, 48-тен 44, 48-тен 45. Ары қарай есептейтін болсақ, 48-тен 89. Бұл бізде бұрыс бөлшек, сондықтан оны араластан қайналдырамыз. 1/48-тен 41. Сонда 10/48-тен 41 шығады екен.